Қайырлы күн студенттерім онлайн. Бүгін қысқаша келесі сабаққа тоқтала кетейік. Біз бүгін PH әрпінің F деген дыбыс беретінен оқимыз, е? Мысалы үшін phone, телефон, elephant, pill, philosophy, философия. Келесі N мен G әрпі бірігіп ың деген дыбысты береді. Бұл дыбысты айту бізге қиындық келтірмейді, өйткені біздің ана тілімізде мұндай дыбыс бар. Мысалы үшін song, өлең, song демейміз, гын айтпаймыз, song, өлең, morning, таңертең, evening, кешкі мезгіл, thing, қандай да бір зат, sing, өлең айту. Мына соңғы екі сөзді айтқанда мұқият болыңыздар, олардағы әріптерді шатастырмаңыздар, дыбыстарды. Біріншісі thing, жаңа тіліңіз тісіңізден арасынан көрініп шығу керек. Thing, ол қандай да бір зат. Екіншісі sing, ол өлең айту. Енді мынандай диалогқа тоқтала кетейік. Бірінші. Hello, немесе hi, сәлем дегенді білдіреді. Келесі. How are you? How are you? Қалайсың? Қалыңыз қалай? Қалың қалай? I'm fine, thank you. Жақсымын, рахмет. How about you? Ал өзіңше? Онда you-ға екпін түсіреміз. How about you? Өзіңше? Мынандай жауаптар болуы мүмкін. Very well, өте жақсы. Excellent, тамаша. Not bad, жаман емес. Not so good, жақсы емес. So, шамалы, нашар. Сол кезде келесі адамның реакциясы мынандай болуы мүмкін. Oh, poor baby, what's wrong? Енді біз бұны табиғи күнделікті сөйлесетін тілде өзіміз жақсы білетін досымызбен сөйлесіп тұрмыз десек, біз неме дейміз әдетте? Ойбу, байғұс бала не болып қалды, не болды дейміз, Онда мынандай жауаптар болуы мүмкін, I have a headache, басым ауырып тұр. I have a toothache, тісім ауырып тұр. I have a stomachache, асқазаным ауырып тұр. Одан кейін біз оған тілек тілейміз, Well, okay, или okay, get well soon, тез жазыл, get well soon. Одан кейін қортасқанда goodbye, сау болып тұр. See you later, көріскенше, немесе көбінесе ағылшындықтар cheers деп айтады, ағылшындар. Cheers, әзірше, көріскенше дегенді білдіреді. Енді мен ойлаймын, бұл диалогта сіздерге таныс емес ешқандай сөз немесе ешқандай конструкция жоқ, бәрі өзіміз білетін грамматикадан құралған. Біріншісі жаңағы сөздер hello, hi, сәлем дегенді білдіреді. Келесі how are you? How are you? Қалайсың? I'm fine, thank you. Жақсымын, рахмет. How about you? Өзіңше? Very well. Excellent. Not bad. Not so good. So. Oh, poor baby, what's wrong? Poor деген бейшара кедей дегенді білдіреді негізінде. Ал мына жерде жаңағы бедный ребенок дегенді, бейшара бала, байғұс бала деп біз күнделікті тілде біреулерге жанымызды ашып айтамыз ғой. Сондай мағынада қолданып тұр. Baby кішкентай бала. Бірінші мағынасы baby кішкентай бала. Әйтпесе бұны жаным, жаңағы тәттім деген сияқты сөздерде олар қолдана береді. Әйел адамға, қыз балаға, кішкентай балаға айтылатын, тіпті ер адамдарға да айтылатын сөз. Headache, head деген бас, ache деген ауру. Мына жерде тұр міне. Head, бас, ache, оның ауырғаны. Келесі сіздер білесіздер, біз өткенімізде тіс, ache, оның ауырғаны. I have сіздер білесіздер. I have, менде бар деген сөз, менде бар. Басым ауырып тұр дегенді сөзбе сөз ағылшынша менде бас ауруы бар деп айтылады, менде бас ауруы бар. I have a headache. Менде тіс ауруы бар. Конечно, біз оларды айтпаймыз. Мен тісім ауырып тұр. I have a toothache. Асқазаным ауырып тұр. Stomach. Асқазан. Ache жаңа өзіңіздер білетіндей ауру, боль,
Stomachache, асқазанның ауруы. Асқазаным ауырып тұр. I have stomachache. Get well soon. Тезірек жазыл. Goodbye. Сау болып тұр. See you later. Көріскенше. Cheers. Әзірше көріскенше. Келесі біраз жаңа фразалар. Good morning. Қайырлы таң деген сөз. Қайырлы таң. Good day. Қайырлы күн. Good day. Good evening. Қайырлы кеш. Good evening. Greetings деп айтуға болады. Сәлем бердік деп айтады ғой. Сәлем деген сөз. Greetings. Bon appetit. Асыңыз дәмді болсын. Bon appetit. Good night. Қайырлы түн. Good night. Sleep tight. Жақсы ұйықта. Крепко спи деген сөз. Sleep tight. Enjoy your evening. Your дегенде ана әрпін аздап айтамыз. Түрінде. Enjoy your evening. Enjoy деген бір нәрседен рахаттану, ләззат алу. Enjoy your evening. Яғни кешің жақсы өтсін деген сөз. Сол кештегі жасаған шаруаң жемісті болсын, сол саған ұнасын деген мағынада айтылып тұр. Enjoy your evening. Eveningнің орнына әртүрлі сөздер қоюға болады. Мысалы үшін eveningнің орнына неме деп айтсақ болады? Holidays деп айтуға болады. Holidays. Enjoy your holidays. Демалысың жақсы өтсін деген сөз. Holidays. Демалысың жақсы өтсін. Ағылшындар айтады. Американдықтар enjoy your vacation дейді. Enjoy your vacation. Бұл да демалысың жақсы өтсін деген сөз. Екеуі де демалыс, балалардың каникулын білдіреді. Holiday дегеніміз. Ал vacation тек қана үлкен адамдардың демалысын білдіреді. Enjoy the party дейміз. Сіз досыңызбен кездестіңіз көшеде, ол жаңағы өзінің туған күн кешіне баратынын айтты дейік. Кетіп бара жатқанда enjoy the party деп айтуға болады. Enjoy the party. Кеш жақсы өтсін деген сөз. Party қандай да бір кеш. Сонымен бүгінге осы. Ұнаған белгіні қойыңыздар менің каналыма. Жазылыңыздар. Келесі сабақта бір оқырманымның өтініші бойынша артикльдерді түсіндіремін. Аманшылықта кездесейік.